Норвегияда қыста күннің суықтығы -20 градусқа дейін жетеді. Осындай ауа райында норвегтер үйлерін қалай жылытады? Бүгін сіздерге Норвегиядағы ең танымал жылу көзі заманауи темір пештері туралы айтып беремін. Норвегиядағы жер үйлерде темір пештер кеңінен қолданылады. Олар үйді жылыту үшін ғана емес, жайлылық пен скандинавиялық өмір салтының бір бөлігі ретінде маңызды рөл атқарады. Сәлем достар, бұл менің жаңа бейнебаяным, және бүгін біз Норвегиядағы үйлерде кең тараған заманауи темір пештерді қарастырамыз. Олар тек жылу көзі ғана емес, сонымен қатар үйдің сәніне айналған ерекше элемент. Темір пештің ерекшеліктері туралы айта кетсем, жабық жану камерасы жылуды сақтайды және отынның ұзақ жануына көмектеседі. Алдыңғы жағында жылуға төзімді шыны есігі бар. Оттың қалай жанып жатқанын көруге мүмкіндік береді. Және ауа реттегіші бар. Түтінді азайтып, жылуды тиімді таратады. Күл жинайтын арнайы бөлімі де бар. Тазалауды жеңілдетеді. Кәдімгі ашық каминдерге қарағанда темір пештер жылуды әлдеқайда ұзақ ұстайды және тиімділігі жоғары. Бұған қоса бұл пештер экологиялық таза болып саналады. Себебі отын толық жанып, түтін аз шығады. Темір пеш Норвегияда неге танымал? Себебі суық климатқа сай келеді. Мұндай пештер үйді тез жылытады және жылуды ұзақ сақтайды. Электр қуатына тәуелсіз. Боран кезінде жарық сөнсе де үй жылы болады. Эстетикалық көрінісі жағынан қазіргі заманауи үйлерде интерьерге сән береді. Норвегиядағы көптеген үйлерде орталық жылу жүйесі болғанымен, адамдар темір пештерді қосымша жылу көзі ретінде жиі пайдаланады. Себебі ол сенімді әрі үйге ерекше атмосфера сыйлайды. Мысалы, біз жалдап тұрып жатқан жер үйімізде жылу жүйесінен тек осы темір пеш пен жылу бергіш кондиционер, ал жатын бөлмелерде үйдің жарына ілінген электр жылытқыш сияқты жылыту жүйелері бар. Норвегияда кейбір үйлерде орталық жылу жүйесі болғанымен, адамдар темір пештерді қосымша жылу көзі ретінде жиі пайдаланады. Себебі ол сенімді әрі үйге ерекше атмосфера сыйлайды. Пешті қалай дұрыс жағу керек? Ол үшін дұрыс отын таңдау, құрғақ ағаш пайдалану керек. Ылғалды ағаш түтінді көбейтеді және дұрыс жанбайды. Бұндай ағаштар көптеген дүкендерде қысқы мезгілде сатылады. Бағаларын өзіңіз көріп отырғаныңыздай әртүрлі болып келеді. Пешті дұрыс жағудағы тағы бір жолы ауаны реттеу. Пештің төменгі жағындағы ауа кіретін тетіктерді дұрыс пайдалану және күлді тазалау. Пештің жұмысын жақсарту үшін күлді үнемі тазалап отыру керек. Пештің ішін ұзақ уақыт таза ұстау үшін арнайы шыны тазартқыш сұйықтықты қолдануға болады. Бірақ ең бастысы дұрыс от жағу техникасын білу. Мына ағаштар үйдегі каминдер мен темір пештерде жандыруға арналған. Оларды көбіне құрғақ, жақсы кептірілген күйде сатады. Бұл пештерге қандай ағаш түрін жаққан жақсы деген сұраққа қатты ағаштар, мысалы емен мен қайың, олар ұзақ жанады. Мысалға, менің жолдасым емен ағашын сатып алып келді. Ал жұмсақ ағаштар, мысалы шарш, қарағай, тез жанады, бірақ көп күйе шығуы мүмкін. Бұл пештерге арналған ағаш түрлерін кәдімгі дүкендерден де табуға болады. Ағаштар қаптарға салынған, бұл оларды сақтау мен тасымалдауды жеңілдетеді. Бастысы ағаштарды құрғақ жерде сақтау қажет. Темір пеш пен каминнің айырмашылығы туралы мына келесі кестеден көруіңізге болады. Егер сізге тек әдемі от көрінісі керек болса, каминді таңдаңыз. Ал егер жылу мен тиімділік маңызды болса, темір пеш ең жақсы шешім. Мұндай пешті алу керек пе деген сұрағыңыз туындаса, мен былай деп жауап берер едім. Үйіңізде қосымша жылу көзі қажет болса, міндетті түрде пайдалы. Электр жарығы жиі сөнетін жерлер үшін таптырмас шешім. Егер үйіңізге ерекше стиль қосқыңыз келсе, сәндік элемент ретінде жарасады. Бірақ бұндай пештердің бір минусы отынды көп қажет етеді. Бүгін біз заманауи пештер туралы айтып өттік. Егер сізге бейнебаян ұнаса, лайк басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ал келесі бейнебаянда қандай тақырыпты көргіңіз келеді? Оны да пікірге жазыңыз. Келесі кездескенше.